бір көрмей тұра алмаймын сұңқарым-ай. Даңқыңа бүкіл адам ғашық болып, бір көрсек деп тұратын іңкәрім-ай. Ақаң мен құлагер арасындағы адам мен жануар сүйіспеншілігі, шексіз достығы, жақын қарым-қатынасы көпке ұзамай, жауыздық пен көре алмаушылықтың кесірінен орнына толмас үлкен қайғының артына ұласты. Үш жүзге адым мәлім жаяу мұса, қалмайды кімдер жаяу зорлық қылса. Аттыдан жаяу жүріп кегін алған жігіттер шаман келсе маған ұқса. Аттының махаббаты өшпейді ғой, тұлпардың айқын бейне келбетіне. Құлагер ақ сисалар айналды ғой, жауыздық пен қастандықтың көздегенде. Қазақтың өз тұлпарынан айырылуы, өз досынан айырылуымен тең. Өмірде көптің қалауы болғанменен, бұл жалғанда әділетсіздік басым. Қасенде бір тыныш таппады, інісі Құрмаш келіп қасқырды баптады. Далада қазақ үшін қасқыр қырдың жауы, достығы көпке созбай дүр соқпады. Қасқыр ор рухты, қайтпас қайсар, далалық сипатқа ие жануар. Бұл қасиеттер қазақ халқына тән. Алайда қасқырдың бары да, жаны да орман, онсыз ол көкжал деген атқа ие емес. Батыстың өлкесінде айнала қар, сол өлкеде ағазу бір қасқыр бар. Көкжал мен иттен туған бұл қасқырда болмас еш адамдарға көңілі тар. Қанында көкжалдың ізі болғанымен, оның бойында итке тән қасиеттер толы. Ақ азу нағыз адал, ақ көңіл жануарлардың бірі. Бұндай жануарларды аялап, қорғап, оған нағыз лайықты дос бола білу қажет. Қорытындылай келе, қазақ халқы үшін жылқыда, қасқырда ұлттық нақышқа, көшпелі далалық халықтың сипатына ие символикалық ерекшелік болып табылады. Сондықтан да қазақ халқы бұл жануарлармен тығыз қарым-қатынаста болған. Дегенмен де адам мен жануар арасында сүйіспеншілік орнағанымен, тарихтың тоғысымен, табиғаттың тылсым күшімен бұндай бағыт көпке созылмады.